ғой. Сөйлесіп арасындаса болды, ешкімге бермейді. Патшаңнан да қалдым сондай, қалдымдан да патшаң сондай. Бір минут, кешіріңіздерші, бұл жұмыс тобы болғаннан кейін қайталап сұрақ қойыншы, мен протокол жүргізіп отырмын ғой. Босқындар туралы заңда қайта қарастыруда Әлемдік стандарттарға сай қайтадан халықаралық босқындар заңының негізінде болды. Нағыз қана қайтындаймыз. Құрметті азаматтар, еліміз көріп отқан қауым міне бүгін өте маңызды. Біраздан бері осы бүкіл халықты, бүкіл ұлтты, қазақ дейтін ұлттың бәріміздің жанымызға тиіп жүрген, бүйрегімізге батып жүрген осы мынау қандастарымыз туралы міне біз мәселені ортаға салып талқылап отырмыз. Жаңа көріп отырсыздар бәріңіз ортамызға үкіметтің жаңағы дүниежүзі қандастарының қауымдастығының жаңағы азаматшасы келіп еді, төрайымның жаңағы орынбасарыма соған сөз бермек өзі кішкене өзімізде түсінбей қалдық. Қоғамдық ұйым деп бастады да, сосын анау ешкімге шаң жолатпай отқанына қарағанда бұл үкімет нағыз биліктің адам екенін көрсетіп алды өзі. Көрініп тұр ғой. Оны бәріміз де бала емес түсініп отырмыз. Сондықтан белгілі, деңгейі де белгілі болды. Өзі мынау 30 жылда мына билік көбімізді арыстанды мысық қылып жүрген заман ғой қазір. Сондай әбден қорқып өзі сөйлеуін, әр сөзінен қорқып отырған келіншек екен. Енді ол өзіне сынып өзіне кетсін. Бірақ жаңағы мына азаматтар айтып отыр ғой, шамасы жәнше бюроға бұрып жүр деп. Әр қазақ бұрып жүр, бірақ көп ана жоғарыдағы мына ниетсіз бұның бәрі бетін ашып айтатын уақыт келді. Анау басқа үш ел дүние жүзінде шақырды деп, соның ішіне біз кірдік. Кірдік те шақырдық деп бүкіл дүние жүзіне мынау жарияладық. Елбасымыз қазіргі мынау бүкіл әлемге белгілі. Бірақ оның жариялауымыз керегіне ар жағында ниет жоқ екен. Келгізді, алғаннан келдік те көрдік бәріміз. Мен өзім Моңғолияға барып та келген адам, солармен араласып жүрген адам ішінде болып бір ішінен білемін. Келгізді бірінші уақытта кішкене жағдай жасап, бүкіл әлемге жаңағы несін жіберді, мынандай істеп жатырмын. Артынан келгендерді қаңғыртып қойды, оны несіне нетеміз. Өз ең басқаны қойғанда, мына документтің құжатын бәленбай жылға дейін бермей, анда-мында сетсең салып қойды. Өздері өз орыс тілін білмейтін біз сияқты. Қазақ тілін ғана білетін адамдар бар, қай жерге барса, орыс тілінде жаңағы қызмет көрсетеді. Қорлады, әлі күнге дейін қорлап жатыр. Оны мойындауымыз керек. Бұның бәрі анау жоғарғы елбасымыздан бастап ниеті болған жоқ. Жаңағыда айтылып жатыр ғой, бетін ашып айту керек. Енді міне біз қаншама жаңағы ұсыныстар істеп жатырмыз. Жаңа міне екеуі де міне жақында отырған, екеуі де Өзбекстаннан келген. Жаңа мына кісі айтып отыр. Келгеннен кейін қаншама осындай әлі өзінің немде тұрып, деңгейімде тұрып, жұмыс сұрасам да әне бар, міне барға салып қойды. Міне басқаны қойып қайтеміз міне. Міне кеше барып келді, Өзбекстанның жағдайы қалай, қазақтар қандай екенін бәрін біліп отыр. Қай жерде Түркиядан да келді. Көріп арамызда жүріп, ой, мыналарыңыз рахмет деп кетіп қалды. Адам тұрмысты, жағдайды тұрмыс билейді дейді. Любой адам үйінде өзінің баласы аш отырса, сен аш адамға иман айта алмайсың. Ол көрді, келді, бәр адам елім, жерімде, топырағын сүйген адамдарды көрдім мен. Арқалықта біз өзіміз қарсы алдық. Сөз салып, үлкен кісілер топырақ сүйіп алды. Сондай сағынышпен, сондай ата-бабамыздың жаңағы аңсаған арманына жетіп келгеннен кейін көңілдері қара жер болып жатыр осы күнге дейін. Оны мойындауымыз керек. Енді мына жаңа міне енді Тоқаев дейтін келіп отыр ғой президенттің орнына. Ана кісі болмаса жаңағы осы бастаған анау жылы мен де естідім Өмірхан Алтынның көзбе-көз айтты ғой осыны. Осындай болып жатыр, сіздер не істеп жатсыздар міне. Елге келген қазағымызға не істеп. Сонда тұрып айтты ғой Нұрсұлтан Назарбаев. Бұны естіген жоқпыз. Міне қазір көзбе-көз поручение береміз, бұл түзелепті. Содан бері қаншама заман өтті. Міне әлі сол орында сол ғой. Мына мама шығып кетті, мына Тұрысбеков келді. Не бітіріп жатыр жаңағысы басқа. Осының бәрі бір ақ ауыз сөзбен бір ақ ауыз шығып арасына кіріп шешпей ме? Шешпейді, ар жағында ниет жоқ. Ана жоғарыдан ұстап тұр. Бүйтіп қойыңдар да, бұларды ұстаңдар, сендер қойыңдар. Иә, арамызда бол. Соны бет ашып ендігі біздің қазір осы шырылдап жүрген бәріміздің міне басқаны қойып міне ақырынан айтайықшы, қорлық мына Қытайдан. Қытайда ана жақта бүкіл әлем уже көздері жетті. Ана жақтағы бауырларымызды басқаны қойып жастарын, органдарын алып, прямо бүкіл дүние жүзі уже біліп соны
сатып, оның өзін, Эмираттағы өзіміздің Айдық пайғамбардың тұқымының бәрі мұсылман деп жүрген солар халал өргін алады екен, соған дейін сатып белгілі болды ғой міне. Оны Америка уже жаңағы көзі жетіп, врачтардың өздері барып подтвердить етіп, Европа Америкаға жабылып, Қытайға санкция салып, анау сол елдегі мұсылмандарға істеп атқан осындай геноцид деп айтып қойып, оңға дейін жариялап қойғанда, біздің өзіміздің ұлтымызға осындай мыңқ демей отырған билігіміз, ол уже содан ақ белгілі. Біз қазаққа бүйір бұратын билік жоқ қазір. Енді оның үстіне үлкен жоғарғы Нұрсұлтанның бастаған ісі ғой осы әрінде отырардағы. Оның бетін асып айтайын. Енді қазір болса да мына Тоқаев келді, міне бір жылдан кейін әлі өзі есін жаңа жиып атқа шығарып соған талап қойып. Есін жия алмайды ол. Есін жия алмаса да біздің талап. Жиятын адам емес ол. Бұл халықтың талабы. Жимаса жиятын адам. Талап қойылу керек. Есін жиып ұлтқа жаны ашитын адам келсін. Біздің талабымыз сол. Талап шешпесе. Ана күні көрдік. Ана күні қызды Егеренің прокуратурының несінен бастап соттап жүрген қыздың аты кім еді? Салтанат Құсман. Салтанат Құсман дейтін қызына. Бүкіл әлемге масқара болып отырмыз ғой, ағайындар. Өзі қаншама жыл жұмыс істеп жүріп, қазақтың жігітінің қарамағында жұмыс істеп жүріп, ана жігіт қайтқаннан кейін Қытайдан қатыны келеді де, мынау қызымызды, сотпен ақталған қызымызды алып, қайрадан ерегісіп тұрып соттатып жүрді генеральный прокуратураның арқасында. Қыз баланы. Бұл уже біздің қазақша басынға біз шектен шығып, қазақты уже Қытай билеп отыр деген сөз. Оның үшін бетін айтып көру. Қай елде көрдіңіздер? Дүние жүзінде өзінің қамдасын апарып соттатып қойып, соларды ішімізге кіріп, бауырын басып жатқан. Бұл билік бітті қазір бізге ұлтқа жұмыс істеп тұрған жоқ. Сол үшін қазіргі билікке мына келген. Болашақ билікке талап қойып, мына халық қазақ ұлтына қызмет істейтін жағдайды талап етуіміз керек. Бізге талап етіп тұрған уақыт. Міне бір жерге қосып кетіп қоса кетейін. Бір мен ағаз кешіресіз Айеке. Бірақ тоқтай тұрыңызшы. Қарарға жаңағы Қытайдағы қазақтарға геноцид жасап жатыр деп Қазақстан өкіметі мәлімдейтін болсын дегенді қосу керек. Тез қосатын отбасыларына қауыштырып бірнеше талап етіп жаздық қой бағана бір. Сонда қайта бір нәрсені айтайын. Жаңағы мына Нағызхан ағаның сөзін ары қарай жалғастырып жейінші. Мынау дүниежүзінде қазір төрткүл дүниеде аузын айға балаған Америка деп отырмыз ғой бәріміз. Американың өзі 2018 жылы, енді осыға сөзге демеу болсын, жаңа Дональд Трамп 70-тен асып кеткен кісі Ким Чен Ынмен кездесті. Бұл адамзаттың тарихында болмаған Американың президенті, қайдағы солтүстік Кореяның қаусаған мемлекетінің басшысы Ким Чен Ын деген жынды бар ғой. Сонымен кездесті. Неге дейсіздер ғой? Сонда жаңа тоқтай тұрыңызшы, тыпырлатпай. Жаңа мақсатын қараңыз. Мақсаты 5 америкалық азамат түрмесінде отыр екен солтүстік. Солардың туған туысқандар қайта Дональд Трампқа жаза беріп ақ үйге. Сол хат бойынша барып, сұраған ақшасын беріп, жаңа 5 түрмеде отқан американдықты босатып алып, экстрадиция дейді. Өзіміздің елімізге барып соттаймыз деп, өзінің елінде ол құқық бұзған жоқ қой. Сөйтіп босатып жіберіп отыр. Міне, кез келген сол үшін осыны көріп отқан төрткүл дүние Америкаға қалай бармайсың? Сен кез келген ұлт қайсы елдің түрмесінде қалып, қайсы елге бар, сені мемлекет ретінде президенті барып ақтап шығады алады. Жанашыр. Өзінің ұлтын жанашырлық деген сол. Бізде керісінше біреудің астынан жығып салып береді. Біреудің жерім, елім, қазағым деп келген Сайрангүл Сайтбайды қаңғыртып жібердік Швецияға. Енді одан артынан келген бітті әлі үйленбеген тепсе темірзетін азамат мұрагермен қастерді. Біресе босқын дейді, біресе босқын емес дейді, біресе түрмеге қамайды, біресе шығарады. Әрі емес, бері емес, жүз жылған тауықтай туталақайын шығарды. Не істерін білмей, әлі енді біресе ойланып отыр. Осыларды кері қайтарып жібереміз ба? Кері қайтарса ана жақта Қытай өлтіреді, оны жай өлтірмейді. Ақырын балтамен баяғы Шыңғысхан методикасымен туталақайын шығарып өлтіреді, басынан кезеп былай, қақ бөледі. Соған өлімге итермелеу деген неге деген масқара мен білмеймін. Бәрінің бала шағамыз бар, ұлың бар, қызың бар. Неге ойланбайсың? Өзің ұлтыңа неге ара түсіп жаның ашымайды? Өзі соған күйемді. Сосын одан кейін бұл мемлекеттің болашағына кім сенеді? Неге жастарымыз 25 пен 35-тің 45-тің арасындағы бір оңтүстік кешегі сыртқы істер министріне айтып отыр брифингде, ұялмай қызармай. Қазақтың 30 мың жігіті официально тек қана тіркелген заңды түрде оңтүстік Кореяға барып жұмыс істеп жүр, гастарбайтер. Заңсыз 30 мың жігіт тепсе-түймезден. Неге қатын бала шағасы баға алмайды мына жерде? Жетпегендіктен мәжбүр кетіп отыр.
тығылып басқа біреудің үйіне. Кеше Өзбекстаннан келген ана өзбектердің үстіне күледі еді қазақ. Ойбай, мына гастарбайтер анау мынау Ресейде қаңғырып жүр анау. Енді басына келді. Күлмеді осыға келер басына. Міне бүгінгі күні қазақ тентіреп бүкіл әлемде, тек қана оңтүстік Корея емес. Барселона, Рим, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Вашингтон, дүниенің төрткүл дүниенің түкпір-түкпірінде қазақ тентіреп жұмыс істеп, кеше ПМЖ мен ұялмай қызға 80 мың адам міне соңғы бір айдың ішінде кетіп қалды. Бұл не деген масқара? Өз еліне сонда бұл ел кімге тастап кетіп жатырмыз? Қытайға ма? Мына елім жерім қазағым дейтін ер азамат керек қой біздерге. Жақсы, Ореке. Елден ел кетсе, жұт дейді екен, елге ел кетсе құт деп ата-бабамыз айтып кеткен. Нағыз мынандай жас 25 пен 30-40 арасындағы азаматтар кетіп жатыр сыртқа. Бұл не деген сөз? Ол осы міне, осы биліктің арқасында. Біз ағай